моттарына. Бұл жерде драйв мод кнопкасын ауыстырып отсаңыз, экономичный, спортивный, глубокий снег, комфорт и бездорожье. Осындай 4 неге бөлінеді. Спортқа басқан кезде сіздің аптитроныңыздың барлығы қызыл түске боялады. Егер экономичныйға қоссаңыз, сіздегі мынандай анимациямен өзгеретін болады. Жалпы сіздерге қалай? Бұл қысқаша шолу, 8 сатылы автомат қорапша, таудан түсу көмекшісі, автотұрақ парковкасы, және де артқы адамыңыздың орны жетпей жатса, мына батырмалар арқылы орындықты жылжытуға болады. Качествосы өте керемет автокөліктің. Бұндай бағада бұндай автокөлік алу қазіргі таңда өте қиындау. Бағасына келетін болсақ 19 миллионнан басталады, ал толық жиынтығы 20 миллион теңге төңірегінде болады. Сіздерге шолу ұнады ма? Осындай шолулар көп керек болса, комментарий жазып отырыңыздар.